Егер шын көңілмен келмеген болсаңыз, таныстықты тоқтаттырайық. Маған мына жақта көңіл бөліп жатқан жігіттер бар. К примеру, Саддәулет. Қатысушы. Не болды? Қалай? Үмітті ма, не істеп жүрсің? Не айтып кеттің вообще? Енді айтып жатқаным ғой, бұл енді мен өтірік па, өтірік емес па, мен енді подарка сыйлағаны шын көңілмен деп. Иә. Баласақаным, сонда мен бір күн ауырып қалдым да. Жаңағы қырындап жүрген жігіттер көп деп айтып тұрғаныңыз ғой, иә? Сізге көңілім білдіріп, сыртта жаңағы қырындап жүрген. Ондай жоқ, мен ондайға қарамайым, бірақ егер мен қарайтын болсам, я дейтін адамдар бар. Я. Баласахан, мен айтып жіберейінші, қайырлы күн, тоқта Садәулет. Негізі Диора сәлем тағы бір рет. Мен түсінбеймін неғып Садәулет тығып отқанын. Өйткені үшеумізде бірге сөйлескен болатынбыз. Ол жұмыс жайлы сөйлестік қой біз. Ешқандай бір Садәулет саған бір көңілін білдіртіп, ондайлық бір болған жоқ. Мен жалпы айтып атқаным, мен араларыңыздан Садәулетпен чуть-чуть ближе общалась. Енді сөйт жеткізсеңізші, енді Диора, сіз қазір вариант қып бір жеткізе алмай қалдым енді. Жоқ, мен нормально түсінем Диораның қазір шорқақтау ғой енді қазақ тіліне. Просто оны былай түсіністікпен қарайық. Оның айтқысы келгені негізінде маған дұрыс көңіл бөлмесең, егерде мен осы жерде бір адамдарға я деу мүмкін. Сенен де басқа адамдар бар, только что мені бағала деген сияқты нәрсе айтып тұр ғой. Енді мен ондай үштікке кіріп, Бекс, мен сені тем более жақсы сыйлаймын, ондай адам емеспін. Сол үшін ойлаймын, жақсы көңіліңді бөлесің. Дегенмен енді бірақ бір жағы приятно болып қалды, то что менің де интересімде типа Садәулет бар дегенге келтіріп қалды ғой енді. Жоқ, кім қалай айтады, кім қалай естейді? Кім өзіне қалай ыңғайлы, қалай естігісі келеді, солай естейтін сияқты. Садәулет маған ұнайды деген әңгіме айтылған жоқ. Жоқ, мен оны қалай айтылды? Саддәулет сияқты. Мен енді қазір ең жақсы бұлай сөйлескенім Саддәулет болып қалды. Енді ойыма бірінші болып Саддәулет түсті. Енді демек тағы да бар ешіктер. Жоқ. Сізге тіл үйретейін. Менен басқасы жоқ қой, Баласахан. Жоқ деп тұр ғой өзі. Жоқ, әзіл ғой. Просто енді қалай айтса болады. Бекске айтып отыр. Көңілмен ойнама. Егер шын болатын болса, мен қуаныштымын. Мен енді сезім ашылып бара жатыр ғой бәрібір енді. Қыз сыйлағандықтан кейін бәрібір басқаша көз қарасымен қарайды ол жігітке. Не айта кетейінші? Енді бәрі идеальный бола берсе болмайды ғой, Баласахан. Мен бір күн ауырып қалдым, мысалы, мазам болмай қалды, мысалы, азында ерте тұрдым, мысалы, да, жазын. И бұл, типа, осындай деп айтты, мен, типа, енді азында ұйқыдан тұрған екен, ешкімнің настроениясы болмайды, ұйқыған тұрған екенші. Бірақ енді Диора, сізде бірден шешім қабылдамаңыз, ақпаратты өзіңіз әлі көрген жоқсыз. Енді бірден айтпайықшы, сөйлесеміз деп отырсыздар. Бірақ жаңағы Саддәулет не болды сонымен? Бұл жай пример болып тұрған ғой қазір. Мысалы емес, Баласақаным, негізі бір айтайықшы. Диораның бір орысшаға шорқақтығы Саддәулет... Қазақшаға шорқақтығы Саддәулет саматысын қазір көтеріп жіберді. Сіз негізі орысша айта бересіз, өткен Саддәулет аспанда жүр қазірше. Диораның яғни келесі таңдау мен деген сияқты ой кетіп жатыр бұл жақта. Негізі яғни көңіліңіз жоқ қой Саддәулетке? Көңіліңіз, яғни Саддәулет вам нравится или нет? Адам ретінде, иә. Ал бәрібір дегенді жаңағы сіз түсіне алмай қалған сияқты. Соны айтам. Диора, сіз айтқан кезде, мысалы, маған қырындап жүрген, қасымда қамқорлық көрсетіп жүрген жігіттер көп, мысалы, Саддәулет деген әңгіме болды ма? Жоқ, ондай емес. Мен жалпы... ойыңызды. Не болып кетті мына жер? Баласахан, мен өзім реттемесем болмады. I love you Қазақстан болғана жерше. Көріп, қазір эфирді көріп отқан апаларды аяп отырмын қазір. Не айтып отыр деп. Түсінбей атқан шығар. Негізі бұлай ғой Диора, Саддәулет деген жігіті сөйт бастайды. Қарындасым қарлығашым дейді, жайлап жақында болады. Негізі бұл жігіттің сен келесі құрбаны болып қалуың мүмкін. Сол үшін сәл абайла деп айтқым келеді.
келесі құрбаны болып қалуы мүмкін. Бұл келген жаңа келген қатысушылардың бәріне бір жақындап көретіні бар бұл кісінің ше. Сол үшін сәл байқаңыз. Сіз енді қазір қазақша дұрыс жеткізе алмай жатсыз ғой. Сіздің дұрыс жеткізе алмай қалғаныңызды жаңа Бекзат айтқандай шынымен Саддәулет бір жоғарыда жүр қазір ше. Сол үшін кішкене ары жүр деп айтасыз ау негізі жаныңызда әдемі жігіт келіп отыр. Иә, ауырған шығар, бір күн кездесу жасай алмай қалған шығар, бірақ керемет қадамдарын жасап жатыр. Соны бағалау керек сияқты. Сіздің қазір айтып отқаныңыз, істесең қадамыңды істе, болмаса менде басқа вариант бар деп сіз де аспанда жүрсіз ғой қазір. Сәл түсу керек сияқты жерге. Мыналар тетек болып қалған мыналардың бәріне бір қарындастарын екеуінің қарындасын жұлып алған сияқты әңгіме айтып отыр ғой. Жоқ, ондай емес. Диора да білет. Ай, білмеймін, Саддәулет, жылтыр десе ренжисіз. Жоқ енді. Мен шыға берейінші баласаған. Қайдан осы бір әңгімелердің Саддәулет деген әңгіме не істеп жүр? Мен шығып кетсем бола ма? Жоқ, болмайды. Жоқ, шығып кетейінші мен. Болмайды. Просто шығып кетсем бола ма? Жоқ, болмайды. Мен сыйламайтын жерде онда отырмай ақ қояйыншы баласаған шынымен де. Бұл сыйламау емес. Мен алдында ғана айтқам, жылтыр деген әңгіме бұл екінші рет қозғалмасын эфирде. Жігіттердің қауымына да, кімнің қауымына да болса да. Сіз маған талап қойып жатсыз. Жоқ, мен сізге талап қойып тұрған жоқпын. Просто шыға берейінші. Мен не айтатынымды өзім білемін. Егер де сіз мен айтатын сөзімді фильтрдан өткізгіңіз келетін болса, онда отырмай ақ қойыңыз. Мен шыға берсем болады ғой. Шыға беріңіз. Бірақ Дәулет, осыдан кейін кіре алмайтыныңыз жайында ойлап қойыңыз. Иә, Балса ханым, неге мен былай негізінде жаңа мен сторис түсіріп жатқан кезде ішке кіріп